Сәлем достар, біз бүгін іс-сапарға шықтық. Біз Семей қаласына тойға бара жатырмыз. Малика жолда сразу ұйықтап қалды. Бізде мынандай жолда пейзаж. Малика ұйықтап жатыр, аузын ашып. Әділет пен Мадина отыр. Мадина мен Әділхан сиырды көрмеген, қой көрмеген, сондай. Первый раз сиырды вижу. Да. Сіздер де комментарияға жазып кетіңіздер, кім сиыр, қой, бұзау, түйе, сондай жануарларды көреді. Біз қалада тұрған соң оларды көрмейміз. Семей мен Павлодардың арасы 3,5 сағат примерно. Балалар бір ұйықтап тұрды, перекус жасап жатыр. Малика енді тұрып мәз, перекусын жасап отыр. Біз Шығыс Қазақстан облысына кірдік. Осындай ленточный сосновый бор бар. Арасында осындай қалың ормандар болады. Осындай орман басталды. Қарағай, сосна. Өте әдемі табиғат. Орманда әртүрлі жануарлар тұрады. Өте әдемі. Көзінде малат жасыл түске қарап. Семей, привет! Павлодар, пока! Подожди, Малика. На жақта лес, на жақта тоже. А тут жол. Меня Мадина. Мадина. Малика. Мама. А на жақта апа и папа. Артында мен. Осындай күшті қалың орман кезінде бұл жерде өрт болған. Қазір енді оны қадағалап сақтап жүр. Мама, всегда Всегда фотоет. Міне біз Семей қаласына кірдік. Мынау кіреберістегі Абай арена. Аренаны осы өткен жылы ма салып қолданысқа берді. Мынандай өте жақсы жаңадан салынған микрорайон. Мынау мост, Семейдің мосты. Мынау Семейдің үлкен мешіті. Бұл да жаңадан салынған. Өте әдемі. Біз тойға келдік, е? Мынау бізде детский стол. Мынандай пицца, наггетс, картошка фри. Мына жерде дала. Кушайте пиццу, дети. Кушайте, дети. Привычка блогера, типа, все снимать. Hazır.
Малика, Мадина, Адилек. Потом мы. Мына кісі менің атам, әжем. Үлкен кісі адамдарға әже болып келеді. Маликаның нағашы атасы мен апасы. Басына 50 жас толды. Сол тойға келді Семей қаласына. Позвони мне, ради Бога, через время протяни. Голос тихий и глубокий, звезды тают над Москвой. Может, я забыла гордость, как хочу услышать голос, как хочу услышать голос. Долгожданный голос твой. Позвони мне, позвони. Нағашы апайым. Ой, тамаша, рахмет.
очереди. Теперь Аделя. Біз семейден қайтып бара жатырмыз. Лайк басып, комментария жазып, подписка деген кнопканы басып, сау болыңыз достар.